перкуссияда, жалпы перкуссияның ережесінде тек мынау білезік буынымыз ғана қозғалу керек. Тек білезік буыны. Барлық саусақтар бір-біріне тимей тұру керек. Мына ортаңғы саусақ, балғашық саусақ деп айтылады. Осы саусақ мына буында бүгілген 90 градус бұрышпен түсетін болуы керек. Плестиметр саусақ деген. Плестиметр мынау. Плестиметр саусағымыз сол қолымыздың ортаңғы саусағы, ал оң қолымыздың ортаңғы саусағы балғашық саусақ деп айтылады. Алақан денеге қалай қойылуы керек? Денеге қойылғанда саусақтардың арасы ашық, қай жерге жасамасақ да біріктірмейміз, дыбысын бәсеңдетеді. Арасы ашық болу керек саусақтардың. Барлық саусақ денеге жанасып жатуы керек ережесі. Және перкуссия жасағанда білезік буынымыз ғана қозғалу керек. Қандай анкилоздер қатып қалған андай перкуссия дұрыс болмайды. Көбінде осылай. Немесе мына буынды қозғайды. Тек білезік буын. Шынатақ буын қозғалмайды, тек білезік буын қозғалады. Білезік буын. Қазір перкуссия жасар алдында қолды жаттықтырамыз. Мына перкуссия, өкпеге жасалатын перкуссия. Соғамызды аламыз, ортаңғы фалангаға жасалады. Соғамызды аламыз саусақ. Кідіртпейміз. А жүрекке жасаған перкуссияда, онда ол жерде ол кідіреді. Мұны пальпаторлық перкуссия. Әрбір соққыда үзіліс жасалады. Екі түрлі осындай перкуссия қолданылады. Пальпаторлық перкуссия. Ережесі түсінікті, е? Топографиялық перкуссияда табатын шекараға плестиметр саусағымыз параллельдеп жүріп отыру керек. Жартақ саусаққа жылжуы тиіс. Жартақ саусаққа аттап кетуге ол дұрыс болмайды, онда шекарадан өтіп кетесіз. Қате болады ондай болса. Келген жағынан, тапқан жерімізде келген жағынан белгілейміз. Қай жеріне дыбыс өзгереді, сол жерден белгілейміз. Өкпеде анық өкпе дыбысы. Мына дыбысты анық өкпе дыбысы. Бұлшықетте тұйық дыбыс. Дұрыс тұрғы айырмашылығын, е? Асқазанда қуыстағы ауасы бар, е? Дабыл дыбыс. Мынау дабыл дыбыс. Үш жерде үш түрлі дыбыс. Өкпеде, мысалы, патологиялық жағдайларда ол анық дыбысымыздың өзгеруі мүмкін дегеніміз, е? Сондықтан осы үш түрлі дыбысты ажырата алуымыз керек. Қазір жүректің шекараларын анықтау. Жүректің неше шекарасы бар? Төрт. Екі түрлі шекарасы бар. Шала тұйық шекара бар. Шынайы тұйық шекара. Немесе нағыз тұйық шекара деп айтады. Тестте болды ғой? Оның әрқайсысының үш шекарасы бар. Төртеу емес, үш. Оң жақ, жоғарғы, сол жақ. Шынайы тұйық шекарада да солай, шала тұйық шекарада да солай, бірдей. Бірінші оң жақ шекарасын табамыз, сосын сол жақ шекарасы, жоғарғы шекарасы, сосын сол жақ шекарасы. Сағат тілін бағытымен кете беруге болады. Кітапта сіздерде сол жақ, сосын жоғарғы деген оның маңызы жоқ. Қайсысын бірінші тапсаңыз. Бірақ оң жағын бірінші табамыз. Оң жақ шекарасын, шала тұйық шекарасын табу үшін біз диафрагманың жатқан деңгейін білуіміз керек. Солған байланысты жүректің қалай жатқаны. Значит, ол жоғарырақ жатса, жоғарғы шекараны анықтайтын жеріміз жоғарырақ болады, төменірек жатса, ол төменірек болады деген сөз. Сол себептен диафрагма деңгейін біліп алу үшін бірінші бұғана орта сызығымен оң жақтан өкпенің төменгі шекарасын табамыз. Сіздерге не үшін тауып жатыр өкпенің төменгі шекарасын? Айтпайды. Жүректің оң жақ шекарасын табу үшін жасаған. Диафрагма деңгейін білу үшін деп айту керек. Сол үшін табасыз. Бұғана орта сызық. Сызықтарды жатқа білуіміз керек. Перкуссия жасағанда сызықтың бойымен жүруіміз керек. Бітті қиғаш кетіп қаламыз. Көбінде не былай қарай, не былай қарай. Ол дұрыс болмайды. Сызық, топографиялық сызықтарды анатомиядан білесіздер, сол сызықтың бойымен жүріп отыруымыз керек. Значит, плестиметр саусағымыздың ортаңғы фалангасы сол сызықтың бойында болуы керек. Мінекей екінші қабырға аралық деңгейінен бастаймыз. Бұл жерде ұрасыз да аласыз деді. Мына орташа күшпен перкуссия. Ручка беріңіздер, белгілейміз. Қолды алмастан, мені келген жерден ручкамен белгілейміз. Жақсыларды ручка болса жақсы. Келген жағынан белгілейді. Қай жақтан келдік, сол жақ бетін. Астынан белгілеймін. Астында уже шекара уже өзгереді. Бауыр уже жатыр. Келген жерінен белгілейміз. Осы жерден бір қабырға жоғары көтерілеміз. Қабырға аралықта тұрама, мына қабырғаның жоғары деңгейде тұрама оған қарамайсыз. Осы сызықтан жоғары жатқан бір қабырғаны тастап,
саусағымыз қабырғаларға перпендикуляр, төстің қырына параллельді. Төстің қырына параллельді. Не деп айттым? Пальпаторлық перкуссия қолданады. Орташа күш. Шала тұйық шекарада орташа күш. Келген жағынан белгілейміз. Келген жағымыздан. Сразу анықтауымызға болады. Төстің қырын табамыз. Төстің қыры. 4-ші қабырға аралықтағы 1,5 сантиметр сыртта болды. Бұл оң жүрекшеге сәйкес келеді. Оң жақ шала тұйық шекара оң жүрекшеге сәйкес келеді. Енді жоғарғы шекараны табамыз. Жоғарғы шекараны табу үшін бұғананың төске бекіген жерін тауып аламыз. Қозғалып тұр. Бұғананың төске бекіген жері. Бұл төстің қырынан 1 сантиметр сыртта болады. Сіздер де парастернальды деп айтасыздар, немесе төстің қырында деп айтасыздар. Ол дұрыс емес. Төстің қырынан ол 1 сантиметр сыртта болады. Бұғананың төске бекіген жерінен бастаймыз. Тексеруге болады. Мен сіздерді соны уловить етсін деп екі рет тексеріп жатырмын. Бұл жоғарғы шекара шала тұйық қай жерге сәйкес келеді? Сол жүрекшенің құлақшасына сәйкес келеді. Сол жүрекшенің құлақшасына сәйкес келеді. Іздейміз. Мынау екінші қабырға, үшінші қабырғаның жоғарғы қыры болды. Жас балаларда қайда болады? 1 жасқа дейінгілі. 1 жасқа дейін. Екінші қабырғада 2 жастан 6 жасқа дейін. Екінші қабырғада аралығында болады. Значит, тестті жаңа қате жібердіңіздер, айтпай тұрсыздар. Бұл сол жүрекшенің құлақшасына сәйкес келеді. Енді сол жақ шекарасы. Көбінде студенттер сол жақ шекарасын анықтауда қателік жібереді. Сол жақ шекараны табар алдын бірінші жүрегіш түрткісін тауып алуымыз керек. Ол үшін қолдың негізін семсер тәртібістің негізіне қоямыз дегенбіз кешегі тақырыпта. 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғаларға барлық саусақтар параллельді. Сол қолмен арқасынан демеп тұрамыз дегенбіз. Алақанымыздың сезген жеріне саусақтарды жылжытып әкелеміз дегенбіз. Сосын саусақтардың бәрін біріктіріп, сол қабырға аралыққа қоямыз. Бәрі сезу керек дегенбіз. Сосын барып оның сипаттамасын беретін достар. Ауданы, орналасқан орны, ауданы, биіктігі, серпімділігі деп, естеріңіз. Міне қай қабырға аралық болды мына? 5-ші қабырға. Ер азаматтарда міне емізіктің асты, ол 5-ші қабырға аралық шатаспайсыздар да, қабырға іздеп жатудың да керек жоқ. Ата қабырғаны іздегенде мына томпайып тұрған 2-ші қабырға аралық, 3-ші қабырға аралық, 4-ші қабырға аралық, 5-ші қабырға аралық деп санасақ та табамыз оны. Значит, 5-ші қабырға аралықты анықталып тұр екен. Анықталмаған жағдайда осы 5-ші қабырға аралықты тауып алып, сонымен перкуссия жасауларыңыз керек. Енді қолыңызды желкеңізге қойыңыз. Сол жақ шекараны анықтағанда 5-ші қабырға аралық ол қиғаш жатыр былай, Ал қолтық алды сызығынан бастауымыз керек. Осы қабырға аралықпен қиғаш жүріп отыруымыз керек. Саусағымыз орта сагитальды қойылады. Орта сагитальды деген сәл арттырыңыз, мына жаққа да бәрін көрінетін болсын. Менен көріп тұрған жоқсыздар біразыңыз. Орта сагитальды дегеніміз саусақты қиғаш жанымен қоямыз қабырға аралыққа. Қиғаш жанымен. Соққыны бірақ былай ұрмаймыз, алдан артқа қарай. Себебі жүректің орналасқан жерінен жартысы оның былай жатыр. Егер мен қазір мына жақта қалай жасадым, солай жасайтын болсам, қараңыздар, шекара сыртта болады. Бұған орта сызығынан 2 сантиметрдей сыртта болып кетті. Олай жасасақ дұрыс болмайды шекарасы. Өйткені жүрек уже жақын жатыр, дыбысын өзгертеді уже. Қабырға аралықпен төмен қарай түсіп отырамыз, орта сагитальды қойылады. Значит, саусақтарыңыздың бәрін қалай қоясыздар? Алдыңғы артқы бағытта соққы жасаймыз. Біртіндеп вертикальді қалпына келе береді саусағыңыз. Шала тұйықты
белгілейміз. Бұл бұғана орта сызығынан 1 сантиметр сыртта болды. Бұл шала тұйық шекаралар 3 шекарасы. Бұл сол қарыншаға сәйкес келеді. Оны жүрекшеге дедік. Сол жүрекшеге сол қарынша. Бұл шала тұйық шекара. Бірақ жүректің нағыз өзінің шекарасы бұл. Шала тұйық деп тұрған өкпе мен жартылай қазына жерлер көмкеріліп тұрған. Сол себептен шала тұйық шекара беріп тұр. А самом деле шын мәнінде жүректің өзінің шекарасына келіп тұр уже. Шын мәнінде шекараларына келіп тұр. Қолыңызды түсіре тұрыңыз. Енді шала тұйық шекараларынан кейін шынайы тұйық шекарасын тауып алайық, сосын барып конфигурациясы мен тамыр будасын табамыз. Сіздерге үшін әр шекараны нақты анықтауды білу үшін. А так бірденен тауып кетсек болатын бұл жерде. Сразу шынайы тұйық шекара. Полиморфизмада мысалы солай көрсетеді уже. Дәрігер болған кезде сразу оны анықтап кете бересіздер. Мынау тапқан шала тұйық шекарадан, оң жақ шынайы тұйық шекараны табу үшін тапқан шекарамыздан жүрекке қарай жүріп отырамыз. Бірақ бұл жерде күш жай перкуссия. Сол үшін жеке табайын деп тұрмыз. Жай перкуссия қолданылады. Бар, я? Тұйық дыбыс болды. Бұл сол жақ қырына сәйкес келеді достым. Бұл оң қарынша. Барлық 3 шекараны оң қарынша құрайды. Шатаспайсыздар. Мынау тапқан шекарамыз тұғын, я? Жоғарғы шекара. Шала тұйық шекара. Осыда төмен қарай жүреміз. Жоғарғы шекарасы, бұл да оң қарынша. 4-ші, мынау 3-ші қабырған жоғарғы қыры дегеніміз, 4-ші қабырған жоғарғы қыры болды. Енді сол жақ шекарасын анықтаған кезде бұл жерден жалғастыра алмаймыз. Себебі бұл жер қазір жарты сантиметр немесе 1 сантиметр іште болуы мүмкін. Сондықтан сәл сырттан аламыз. Шамалы сырттан аламыз. 2-3 сантиметр сырттан. Қайта тыңдаймыздар. Дұрыстар, я? Шын мәнінде 1 сантиметр содан іште болды. Бұның бәрі мына жерді қоссақ, шынайы тұйық шекара оң қарынша, өкпемен жабылмаған кеудеге тікелей жанасып жатқан жер, оң қарынша. Түсінікті ғой бұл, я? Енді тамыр будасын анықтап аламыз. Тамыр будасы деген барлық жағынан тамырлар шоғырланып тұрған жерді айтамыз, я? Оны 2-ші қабырға аралықпен анықтаймыз. 2 жақтан да 2-ші қабырға томпайып көрініп тұрады. Бұғанаға бекіген жер шеміршек. Оңай табасыздар. 2-ші қабырға аралық. Бұғана орта сызығы деңгейінде 2-ші қабырға аралықпен төстің қырына қарай оң жақтан, содан кейін сол жақтан перкуссиялап келеміз. Бірақ бұл жерде перкуссияның ерекшелігі бар. Ортаңғы фалангаға емес, тырнақ пластинкасының түбіне және өте жай перкуссия. Өте жай перкуссияны мына жер ғана естіледі. Сіздерге қарай естілмеуі мүмкін. Сықырламаңыздар, сықырламаңыздар. Тұйықтау дыбысқа өзгерді, сол жерден белгілейміз. Ол төстің қырынан шықпауы тиіс.